Сәлем баршаңызға. Бүгін ораманы духовкада пісіретін боламын. Сүт, мынау жұмыртқаның ағы, 2 жұмыртқаның сарысын үстіне жағып алып алдым. 2 кішкене сумай қосам. Сонымен жақсылап тұрып, жұмсағырақ қып нан илейтін боламын. Тұзды салып қойдым онға. Осылай жұмсақ қып нан илеп қойдым. Қазір кішкене тыңғаннан кейін тағы бір басып қоям. Салмасына осындай кәуе, жуа, ет және осылай шимай қосатын болды. Және осындай картошка қосып жіберейін дедім. Мынау кішірек 3 картошка. Нанымды өстіп 2-ге бөліп, тағы да 1 илеп, жарты сағатқа тындырдым. Осындай гладкий, әдемі тесто болып шықты. Қазір жаятын боламын. Осылай 2 нанымызды жайып алдық. Әдемілеп. Мына жерде фаршымыз дайын. Тұзы, бұрышы бәрі салынған. Қазір теңге 2-ге бөліп. Мына жерде формамыз дайын. Мына жерде май. Сары май. Қазір 2 нанға жағып шығамын. Майды жағып алдым. 2 нанымы. Қазір фаршын салып. Так, 2 нанымызды осылай жайып, орап. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжітпен мак сеуіп қойдым. Енді духовкада 35 минут пісірем. Осылай пісті. Мына иісті сезіну керек. Керемет. Ыстық. Қазір шықтым. Осылай 15-30 минутта пісіпті ғой. Жұп жұмсақ бопты. Керемет. Вот орама нанымыз осындай болды. Қазір жейміз.